Мұхтар Әуезов, Көксерек. Күн бұлттанып, айнала сұрғылт тартқан шақ. Ормандағы қалың шөптің арасында бір топ адам жүр. Олар бөлтіріктердің інін тауып, шетінен қырып салып, тек біреуін ғана тірі қалдырды. «Мұны үйге алып кетейік», деді Құрмаш. Құрмаш ауылдағы ең мейірімді балалардың бірі еді. Ол жетім қалған бөлтірікті баптап өсіргісі келді. Ауылға келген соң Құрмаш оған Көксерек деп ат қойды. Алғашқы күндері бөлтірік жатырқап, тамақ жемей қойды. Бірақ Құрмаш оған сүт беріп, жылы сөздер айтып, бауыр басуына көмектесті. Бірнеше айдың ішінде Көксерек үлкейіп, ауыл иттерінен де ірі болып шықты. Бірақ оның көздеріндегі суық ұшқын ауыл адамдарына ұнамайтын. «Әй, қасқыр еш қашан ит болмайды», деді қариялар. Бірақ Құрмаш сенбеді. Күндер өте келе Көксерек ауыл иттерімен алпарасып, тау жаққа қарап ұлып, түнде қораларды айнала жүретін әдет шығарды. Бір күні ол орманға қашып кетті. Қасқырлар үйіріне қосылып, енді ауыл адамдары жиі қасқыр шабуылына ұшырады. Мал жоғалып, ел ішінде үрей күшейді. Бір күні Көксерек ауылға қайта оралды. Бірақ ол енді баяғы момын бөлтірік емес еді. Түнде ол ауыл шетінде Құрмашты көрді. Құрмаш оған сеніп жақындады. Бірақ түс тағысы адамға сенуде әлде қашан қойған еді. Қатты ұлған дауыс шықты. Келесі күні ауыл адамдары Құрмаштың жансыз денесін тауып алды. «Қасқыр түздің жыртқышы, ол еш қашан қолға үйренбейді», деді үлкендер. Құрмаштың қазасы бүкіл ауылды қара жамылтты. Ауыл жігіттері Көксеректі іздеп соңына түсті. Қанды шайқас болды. Жаралаған Көксерек соңғы рет ұлып, жерге сылқ етіп құлады. Тау жақтан тағы бір қасқырдың ұлыған даусы естілді. Оның өлексесін ауылға алып келген жиналған жұрттың көзінен ашу мен қайғы қатар көрініп тұрды. Көксеректің сұп-сұр, жансыз денесі жерде жатты. Оның қанды азу тістері баяғыда өзіне қамқор болған Құрмаштың жүрегін жұлып түскендей еді. Сол кезде Құрмаштың әжесі алға шықты. Көзінен жас парлап тұрды. Ол қасқырдың өлі денесіне жақындап, жансыз басын аяғымен қатты теуіп жіберді. «Менің немерем саған не істеді? Ол саған тек махаббат пен мейірім берді, ал сен оны жансыз қалдырдың», деп еңіреп жіберді. Осы сөздерден кейін ауылға өлі тыныштық орнады. Тек Құрмаштың әжесінің жылаған дауысы ғана желмен бірге аңырап тұрды.